Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен үй жағдайында жасалатын өте оңай және өте дәмді нанның рецептісімен бөлісетін боламын. Видеоның соңына дейін қарап, тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Барлық ингредиенттер описанияда жазылған. Алдымен ұнымызға тұз, дрож, қантымызды, сары майымызды салып, үстінен сүтімізді құйып, қамыр илейтін боламыз. Қолға жабыспайтындай жақсылап илеуі қанғанша қамырымызды илеп аламыз. Міне, біздің қамырымыз дайын болды. Қолымызға жабыспайды. Бетін жауып, жылы жерге ашығанша қойып қоямыз. Міне, қамырымыз ашып дайын болды. Менде 3 нан шығады. 3 суала илеймін. Жақсылап оқтаумен жайып, формаға келтіріп, үлкейтіп аламыз. Бетін жауып, көтерілгенше қойып қоятын боламыз. Міне, біздің қамырымыз көтерілді. Алдын ала қызып тұрған пешімізде 30 минут пісіріп алатын боламыз. Міне, біздің нандарымыз дайын. Өте жұмсақ әрі дәмді болып шығады. Сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Келесі кездескенше сау болыңыздар.